2018 жылдың қаңтар айы. Сыртты қақаған аяз, сақылдаған саршұнақ қыз. Арман бақтадағы ауыр жұмысын аяқтап үйіне қайтып келе жатқан беті. Жасы 30-ға таянса да, әлі отау құрып үлгермеген ол жалғыздыққа үйренген жан. Үстіндегі қалың күртешесін шешіп, билетінде көрсетілген купеге аяқ басты. Есікті ашқанда ол таңғалысын жасыра алмады. Қарсы алдындағы сөреде аппақ жүзді, көздері мөлдіреген сұлу, бойжеткен шай ішіп отыр екен. «Сәлеметсіз бе?» деді Арман аздап қысылып. «Менің орным осы жер еді». «Сәлеметсіз бе?» «Өтіңіз, әрине», деп жауап берді бойжеткен нәзік дауыспен. Поезд іші тас қараңғы. Тек вагон дәлізінен түскен әлсіз сәуле есіктің саңылауынан сығалайды. Доңғалақтардың бір қалыпты күрсілі мен вагонның жеңіл теңселуі түн тыныштығын бұзып тұрғандай. Арман төменгі сөреде жатып қарсы алдындағы бейтаныс қыздың тынысын сезді. Ол да ұйықтамай жатқан еді. Кенет қыздың жұмсақ, сыбырлаған дауысы естілді. «Ұйықтай алмай жатырсыз ба?» деп сұрады ол. Оның даусында жеңіл діріл бар еді. Арман басын көтеріп қараңғылыққа үңілді. «Иә, мына пойыздың тербелісі бүгін ерекше мазасы сияқты». «Сіз де ме?» деп жауап берді Арман. Қыз ауыр күрсініп орнында аунап түсті. «Менің де көзім ілінер емес. Мына қараңғылық пен жалғыздық сезімі бір түрлі қысып барады» деп сыбырлады бойжеткен. Олардың көздері түйісті. Қараңғы болса да, екеуінің арасындағы электр қуатындай кернеуді айқын сезуге болатын еді. Арман тәуекелге бел буып, «Қасыңызға отырсам қарсы емессіз бе? Сөйлессек, бәлкім, уақыт тезірек өтер» деді. Қыз азғандай үнсіздіктен кейін, естілер-естілмес қана, «Келіңіз. Мен де соны сұрағым келіп тұрған» деп жауап берді. Арман ақырын орнынан тұрып, қыздың сөресіне жақындады. Ол отыра бергенде, пойыз кенет қатты теңселіп кетті. Арман тепе-теңдікті сақтау үшін қолын тірегенде, оның алақаны қыздың ыстық білегіне тиіп кетті. Екеуі де селт ете қалды. «Сіздің қолыңыз өте ыстық екен» деп сыбырлады қыз. Ол демін ішіне тартып Арманға жақындай түсті. Арман оның жүзіне үңіліп, «Ал сіздікі дірілдеп тұр. Қорықпаңыз, мен жай ғана» дей беріп еді. Қыз оның сөзін бөліп жіберді. «Майя, егер ұйқыңыз келмесе, бірге кино көрейік пе?» деп ұсынды Арман. «Қарсы емеспін. Бәрібір мына пойыздың тербелісі ұйықтатпайтын сияқты» деп күлімсіреді Майя. Олар Арманның телефонынан махаббат туралы ескі бір фильмді бастады. Орын тар болғандықтан Майя Арманның қасына жақынырақ отырды. Бірте-бірте олардың иықтары тиіп, Арман қыздың шашынан шыққан жағымды иісті сезді. Киноның әсері ме, әлде түннің тылсымы ма, екеуінің арасындағы әңгіме мүлдем азайды. Тек екеуінің дем алысы ғана естіледі. Кино аяқталуына жақын қалды. Кенет пойыз бұрылысқа келгенде қатты сілкініп теңселіп кетті. Арман тепе-теңдікті сақтай алмай, қолымен Маяның тізесін тіреп қалды. Оның алақаны қыздың жұқа матадан киген шалбарының сыртынан ып-ыстық терісін сезіп үлгерді. «Кешіріңіз, байқамай қалдым» деді Арман, қолын бірден тартпай, сәл кідіріп. «Оқасы жоқ. Поезд қатты шайқалады екен» деп сыбырлады Майя. Оның дауысы бұрынғыдан да бәсең шығып, тынысы жиілей бастады. Кино арасында романтикалық сәттер көп екен. Машина ішінде актриса жүргізушінің мүшесін аузына салған эпизодынан екеуі бір-бірінен ұялғандай болды. Арада бірнеше минут өтті. Купе ішіндегі тыныштық құлақ тұндырады. Тек киноның соңғы сәттердегі даусы естіледі. Екеуінің арасындағы тартылыс ауаны электрлендіріп жібергендей. Арман бұл жолы әдейі, бірақ ақырын ғана қолын Маяның қолына жақындатты. Саусақтар айқасқанда Майя оның алақанын қыса түсті. «Арман» деп Майя оған бұрылды. Оның көздерінде белгісіз бір құштарлық оты лаулап тұр еді. «Майя, мен сенің жаныңда өзімді мүлдем басқаша сезініп тұрмын» деген даусы әзер шықты жігіттің. Арман баяу еңкейіп, оның мойнынан иіскеді. Маяның басы артқа қарай қайырылып, ол еріксіз көзін жұмды. Жігіттің қолы қыздың белінен төмен сырғып, оны өзіне тығыз тартты. Осы сәтте Арманның бойындағы құштарлық сыртқа теуіп, оның еркектік айбынымен соғып тұрған асау күші анық біліне бастады.
Мая төменге көз салып, Арманның бойындағы сол бұлқынып тұрған қуатқа қолын тигізді. Бұл жанасу Арманның бүкіл денесін дірілдетіп жіберді. Мая бір сәт іркіліп қалды, бірақ тылсым қызығушылық пен іштегі нәпсі қорқыныштан үстем түсті. Ол баяу ғана тізерлеп төмен түсті. Арманның тынысы тарылып, жүрегі атқақтай соқты. Мая жігіттің қауызын ақырын сырғытып, оның лапылдап тұрған еркектік намысын еркіндікке жіберді. Ол бұрын соңды мұндай құдіретті сәтті көрмегендей, оған таңырқай қарап тұрды. Бұл өте айбынды екен деп сыбырлады Мая, таңданысын жасыра алмай. Мая, деп Арман оның шашынан сипат. Мая еріндерін ақырын жақындатып, Арманның ыстық лебімен еркектік айбынын іңкәрлікпен қарсы алды. Жігіт басын артқа тастап, еріксіз рахаттан ыңырсып жіберді. Оның бұл әрекеті Арман үшін жанды балқытарлықтай әсерлі болды. Маяның еріндерінің жылуы мен тілінің нәзік аялауы Арманды есінен адастырып, әлемді ұмыттырды. Поезд гүрсілмен үндескен бұл құпия сәт олардың өміріндегі ең ұмытылмас түнге айналып бара жатты. Маяның батыл әрекеті Арманның бүкіл денесін шымырлатып жіберді. Ол пойыздың тар купесінде сыртқы әлемнен мүлдем оқшауланғандай сезінді. Қыздың еріндерінің жылуы мен нәзік қимылы оны есінен тандыра жаздап, Арман еріксіз Маяның шаштарынан сипап, саусақтарын оның бұйраларына батырды. Бірнеше минуттан соң Арман шыдай алмай, Маяны ақырын иығынан тартып, өзіне қарай көтерді. Олардың көздері қараңғыда оттай жанып, бір-біріне деген ынтызарлықты үнсіз жеткізіп тұрды. Арман Маяның жұқа жейдесінің түймелерін бірінен соң бірін асықпай ақта бастады. Әрбір түйме ашылған сайын, қыздың апақ терісімен жиілеген тынысы Арманның бойындағы лаулаған сезімді одан ары қоздыра түсті. Сен сондай сұлусың деп сыбырлады Арман, оның мойнынан, иығынан иіскеп. Мені өзіне тартшы, Арман. Қазір ештеңені ойлағым келмейді деп жауап берді Мая, оның ыстық құшағына еніп. Арман оны төменгі сөреге ақырын жатқызды. Поезд бір қалыпты тербеліп, вагонның сықырлаған дыбысы олардың іс-әрекетімен үндесіп жатқандай. Арман қыздың үстіне еңкейіп, оның еріндерін иіссіз сүйіспен баурап алды. Маяның денесі Арманның әрбір жанасуынан дірілдеп, оған барынша жақындай түсуге тырысты. Олардың арасында енді ешқандай бөгет қалмады. Арманның шымыр денесі мен Маяның нәзік мүсіні түннің қараңғылығында бір бүтінге айналды. Арман баяу, асықпай құштарлықтың ең тереңіне бойлай бастады. Қыз қысқа ғана демін ішіне тартып, Арманның иығына тырнақтарын батырды. Бұл ауырсыну емес, бұл бұрын соңды сезінбеген ләззаттың бастауы еді. Пойыздың әрбір соққысы мен ырғағы олардың ессіз тербелісіне қуат бергендей. Ах, Арман, деп Мая оның есімін қайталай берді. Оның дауысы пойыздың гүрсілімен араласып, купе ішінде жаңғырып тұрды. Арманның қимылдары жиілеп, ол Маяның бүкіл болмысын ішіне тартқысы келгендей аяусыз, бірақ тәтті екпінмен тербелді. Сезімнің ең жоғарғы шыңына жақындағанда, Арман Маяны өзіне қаттырақ қысып, бүкіл болмысымен соңғы екпінді жасады. Екеуі де бір уақытта рахаттың құшағына еніп, демдерін баса алмай ұзақ жатты. Мая басын Арманның кеудесіне қойып, оның жүрек соғысын тыңдады. Бұл түн біздің құпиямыз болып қала ма? деп сұрады ол бәсең дауыспен. Бұл түн біздің өміріміздің ең әдемі кездей соқтығы, Мая, деп жауап берді Арман. Олар демдерін басып біраз уақыт үнсіз жатты. Купе ішіндегі ыстық ауа мен тер иісі орын алған құштарлықтың ізі ретінде қалды. Мая басын Арманның кең кеудесіне сүйіп, саусақтарымен оны ақырын сипалап жатты. Арман, шыныңды айтшы, сенің әйелің бар ма? деп сұрады ол, даусында жеңіл күдік пен қызығушылық бар. Жоқ, Мая, мен бойдақпын. 30-ға келсем де, әлі жалғызбын деп жауап берді Арман. Мая сәл жымиып денесін Арманға жақынырақ тықты. Оның бұл еркіндігі мен батылдығы Арманды таң қалдырды. Білесің бе, бұл менің поездағы бірінші жағдайым емес деп ағынан жарылды Мая. Осыдан 1 жыл бұрын, дәл осылай жол жүріп бара жатқанда, пойыз жолсерігі менің жалғыз жатқан купеме кіріп келіп, бойымды бақ болатын. Мен басында қарсы болсам да, біртіндеп сезімге ерік бердім. Ол кісі мені ұзақ әуреледі. Біз сонда дәл қазіргідей жақын болғанбыз. Арман таңданып қалды, бірақ қыздың шынайылығы оған ұнап кетті. Иә,
Маған өзімнен үлкен, кемелденген еркектер ұнайды деп сыбырлады Майя, Арманның құлағының ұшын тістеп. Майя қолын қайтадан төмен сырғытып, Арманның бұлқынып тұрған қуатын тағы да сипай бастады. Оның көздерінде қайтадан құштарлық оты тұтанды. Бірақ Арман, шынымды айтсам, сенікіндей тегеурінді айбынды бірінші рет көріп тұрмын. Сенің іс-әрекетің өте нәзік әрі жағымды екен деп таңданысын жасырмады қыз. Арман Майяны белінен тартып үстіне қонақтатты. Қыздың ұзын шаштары Арманның жүзіне төгіліп, купе іші қайтадан ыстық демге толды. Ендеше бұл түннің қалған бөлігін тек менімен және менің осы соғып тұрған асау күшіммен өткізуге дайынсың ба? Деп сұрады Арман оның еріндерінен өбе отырып. Дайынмын. Тек тоқтамашы деп жауап берді Майя, денесін еріксіз иіссіз ырғаққа ілестіріп. Арман Майяның ырғағына ілесіп, төменнен жоғары қарай тегеурінді әрі күшті екпінмен жауап берді. Майяның басы артқа қайырылып, еріндерінен еріксіз рахаттың үні шыға бастады. Оның әрбір қозғалысы Арманды құштарлықтың ең тереңіне батырып, екеуін де ессіз ләззат айдынына бөледі. Поезд қараңғылықты тіліп алға жылжыған сайын, олардың ессіз ырғаққа ілескен денелері бір бүтінге айналып бара жатты. Ең жоғарғы нүктеге жеткенде, Арман Майяны өзіне барынша тығыз қысып, бойындағы бүкіл ыстық лебімен соғып тұрған асау күшін қыздың болмысына төкті. Майя оның иығына басын қойып әлсіреп тынысы тарыла жатып қалды. Түн ортасы ауып, аспандағы жымыңдаған жұлдыздар терезеден олардың осы құпиясына куә болып тұрғандай. Бұл түн Қызылорданың кең даласында ескі вагонның ішінде жазылған ең ыстық әрі ең мұңды хикаяның басы еді. Таңғы әлсіз сәуле вагон терезесінен сығалап, купе ішін ақырын жарықтандыра бастады. Майя көзін ашқанда, бойын бірден ұяңдық сезімі биледі. Түндегі оқиғалар өзінің ессіз батылдығы мен сезім арнасына ерік бергені ойына түскенде беті дуылдап қоя берді. Ол ақырын басын көтеріп қарсы сөреге қарады. Арман орнында жоқ екен. Майя асып-сасып киініп шашын түзеп жатқанда есік ашылып Арман кірді. Бойжеткен оның өткір жанарына қараудан қысылып, төмен қараған күйі. Кешіріңіз. Мен де жуынып келейін деп сыбырлады да, жылдам купеден шығып кетті. Арман қыздың іштей толқып, ыңғайсызданып тұрғанын бірден сезді. Ол үнсіз жымиып, өз орнына жайғасты. Майя жүгін жинап түсуге дайындала бастады. Қызылорда жақындап қалған еді. Ол сөмкесін алып жатып, еріксіз Арманға көз тастады. Жігіт демалып отыр екен. Сол сәтте Майяның жанары Арманның бұлқынып тұрған еркектік намысына түсті. Түндегі ләззат пен сол бір ерекше сезім бойын қайтадан балқытып, Майяның ниеті тағы да құбыла бастады. Дәлізден жолсеріктің дауысы саңқ ете қалды. Қызылорда. Төсек орынды тапсырамыз. 20 минуттан соң жетеміз. Уақыт тығыз болса да, Арман орнынан тұрып, Майяға жақындады. Ол бойжеткенді артынан құшақтап, қолын нәзік сезім нүктелеріне, ең ыстық мекенге қарай жүгіртті. Майяның денесі ток соққандай сілкініп, бойы еріп сала берді. Ол қарсылық көрсетудің орнына еріксіз Арманның иығына сүйенді. Арман ақырын ғана оның құлағына сыбырлады, түсетін жерің жақындап қалды. Тек мына еркектік айбынды еріндерімен соңғы рет қарсы алшы, деді ол, бұлқынып тұрған қуатын еркіндікке жіберіп. Майя еш ойланбастан тізе бүгіп Арманның алдына отырды. Ол Арманның ыстық дәмін тағы да татқысы келгендей, оның еркектік намысын бүкіл болмысымен ішіне тарта бастады. Арман болса, қыздың бұл іңкәрлігіне риза болып, оның бедерлі мүсінін киім сыртынан аялап, нәзік саусақтарымен езіп жатты. Поезд тежегішін басып, жылдамдығын азайтқан сайын, олардың қимылы да жиілеп, соңғы екпінге жақындай түсті. Поезд тоқтауға санаулы секундтар қалғанда бәрі де аяқталды. Олар асығыс-үсігіс киімдерін түзетіп, бір-біріне ұзақ қарап тұрып қалды. Номеріңді берші, деді Арман телефонын ұсынып. Майя тездетіп номерін теріп берді де, Арманның бетінен ақырын сүйіп, хабарлас. Міндетті түрде хабарлас, деді де, сөмкесін алып вагоннан атып шықты. Арман терезеден оның перронда бара жатқан бейнесіне қарап, осы бір күтпеген, бірақ ғажайып түннің ешқашан ұмытылмайтынын түсінді. 2018 жылдың бұл қаңтары оның өміріндегі ең ыстық қыс болып мәңгілікке сақталып қалды. Құрметті менің тыңдармандарым,
каналға жазылып, лайк басып, басқа да оқиғалар шығуына ықпал жасауды ұмытпаңыз.